Баршаңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз өте ерекше дәмді тосап дайындайтын боламыз. Яғни қарбыздан алдымен арнама тіркеліп қоңыраушан басып қойыңыздар. Сұрақтарыңыз бар болса комментарийге жазыңыздар. Қазір жаз мезгілі шөл басу үшін біз қарбыз аламыз. Соның қабығын текке ысырап етіп тастамас үшін осындай ерекше тосап дайындауға болады. Міне мен қарбыздың қабығын аршыдым, жасыл жерін алып тастадым. Осылай жіңішкелетіп, өзіме ыңғайлы турап алдым. Бөлшектеп, сәл қызылы болса, ол ештеңе етпейді. Мен мұндай пышақпен турайтын болдым. Бөлшектерін үлкен қылдырсаңыздар да болады. Мен кішіректеу жасадым. Маған өзіме солай ұнады. Міне осы ирек-ирек болып кесіледі. Барлық қабығын осылай турап шығамыз, жақсылап. Арнамдағы плейлистте тосап деген топтама бар. Соның ішінде түрлі тосаптардың рецепттері бар. Кіріп, қарап, ұнағандарын жасап көрсеңіздер болады. Бәрі өте дәмді шығады. Бұл тосапты қыс мезгіліне дайындауға болады. Немесе үй жағдайында сақтасаңыздар да болады. Міне мен барлығысын турап болдым. Арнайы ыдысымызға барлығын салып аламын. Ендігі кезекте қарбызға біз су құямыз. Барлық қарбыздың қабығы суға батып тұру керек. Қайнап бастаған сәттен біз 5 минут уақыт өлшеп аламыз. Осы қарбыздың қабығын 5 минут қайнатып аламыз. Қайнатып алған соң 250 мг суды өлшеп аламыз. Қалғанын төгіп тастауға болады. Және бірге бір етіп қантымызды саламыз. Жақсылап қантын ерітіп, орташа отқа қоямыз. Және біздің қантымыз қайнай бастаған кезде жаңағы қарбыздың қабығын қайта осы сиропқа саламыз. Барлық қабықты жақсылап тұрып осы сиропқа салып, жақсылап араластырып аламыз. Барлығы сиропқа батып тұру қажет. Және осы орташа отта 45 минут қайнатамыз. 45 минут қайнап болған соң толықтай суытып аламыз. Тосап толығымен суыды. Және су болған соң қайтадан отқа қосып, сәл қайнай бастаған кезде толық бір лимонның қабығын, шырынын және ванилинді қосып 10 минут қайнатамыз. Азық-түліктің толық мөлшерін сипаттамада жазып қоямын.
Ал енді соңғы кезде мен стерилді банкаға қосабымызды салып жатырмын, ыстықтай салатын болдым. Жақсылап толтырып құйып болған соң қақпағын жауып, төмен қаратып, толық суығанын күтеміз. Содан кейін ғана тоңазытқышқа, шкафқа немесе погребке салуға болады. Бұл рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер, өте ерекше дәмді болып шығады және қарбыздың қабығын ысырап етпейсіздер. Соңына дейін видеомды қарағандарыңыз үшін рахметімді айтқым келеді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Келесі жақсы видеоларды жоғалтып алмас үшін қоңыраушаны басып қойыңыздар. Рахмет.